Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Махаббат және абырой бөлімі бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бақытсыз жамал романының көркемдік құндылығы неде? Оқу мақсаттары: шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу. Сабақ мақсаттары: бақытсыз жамал шығармасының көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдай алады, әдеби эссе жазады. Бақытсыз жамал шығармасының көркемдік құндылығына баға береді, шынайы өмірмен салыстырып, өзіндік баға береді. Бақытсыз жамал шығармасының идеялық құндылығын терең түсіне отырып, оған қатысты тың идеялар мен тұжырымдар жасайды, әдеби эссе жазады. Бағалау критерийлері: шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдайды, әдеби эссе жазады. Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз жамал» романы 20 ғасырдың басында қазақ әдебиетінің бұл жанрдағы тұңғыш жетістігі, тұңғыш роман. Әдеби ортада өзінен кейінгі көтерер жүгі, мақсаты мен бағыты көптеген романдарға алғышарт болды. Тек көркемдік жағынан ғана емес, тіл, форма жағынан да біраз дүниелерде сара жол болған анық. Роман алғаш жарық көргеннен бастап қазақ әйелдерінің бас бостандығының жаршысына айналды. Енді романның көркемдік жағына ойыссақ. Қандай шығарма болсын, өз заманында, өз әлеуметтік ортасында құнды болмақ. Заманның қалай болса, жасар амалың да солай болмақ. Әр әдеби туынды, көркем шығарма өз заманының көркем бейнесі. Жоғын жоқтап, барын түйіндейтін жансыз жанашыры. Дәл қазір бұл романның көркемдігін осы заман талабымен, талғамымен көрсете алмасымыз анық. Ол заман келмеске кетті. Балалар, бүгінгі сабақ бойынша алғашқы тапсырмамыз мәтінді оқып, ПАПС формуласы бойынша ой тұжырымын жасайық. Мәтін: Шолпан қызынан сұрады: «Қарағым, Жамал, жұрт мынадай деп жатыр, енді қайтеміз» деп. Жамал: «Апа, енді мен үшін жаманатты болмаңыз. Маған енді Ғали болмаған соң бәрібір. Суға батырып, отқа жандырса да ықтияр бере беріңдер. Алла тағала менің маңдайымды ашайын десе, Ғалиді мұндай қылмас еді», деп қасіреттеніп, мұңлы дауыспен жауап берді. Жамалдың еш уақыт ойынан Ғали кетпей, бір минут көңіл ашып, езу тартып күлмеуші еді. Ешкіммен сөйлеспей, сөйлеген кісінің сөзін ұқпай, я естімей, бір түрлі диуана кісідей болып жүрді. Жұман ерексіп, бұрынғыларын алдына келтіремін дегенсіп, не сөйлесе ұрып, боқтап сөйлеп, бағзы уақытты түртіп түйіп қалып, қорлап жүрді. Балалар, ПАПС формуласына салайық мәтінді. Менің ойымша, себебі мен оны былай түсіндіремін. Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Осыған байланысты мынадай қорытынды шешімге келдім. Дәптерге түсіріп жаза қойыңыздар. Тамаша. Енді ықтимал жауаппен салыстыра қойыңыздар. Менің ойымша, Жамал тағдырға мойынсынып, Байжан босағасына баруға келісім берді. Себебі мен оны былай түсінемін. Ғали өмірден өткен соң өмір бес тиын болды. Оны мен мына мысалдармен дәлелдей аламын. Апа, енді мен үшін жаманатты болмаңыз. Маған енді Ғали болмаған соң бәрібір. Суға батырып, отқа жандырса да ықтияр бере беріңдер. Алла тағала менің маңдайымды ашайын десе, Ғалиді мұндай қылмас еді. Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында қыздардың бақытсыз ғұмыр кешуіне, әйел теңсіздігіне ескі әдет-ғұрыптан белең алуы себепкер. Балалар, өз жауаптарыңызбен салыстырдыңыздар, тамаша жауап бердіңіздер. Келесі тапсырма. Бізде келесі тапсырма әйел теңсіздігі деген тақырыпта эссе жазыңыздар. Эссе көлемі 80-100 сөз. Дескриптор: эссе жазалады,
құрылымын сақтайды, өз ойын, өз көзқарасын өмірмен байланыстыра алады, сөз көлемін сақтайды. Жақсы, тамаша. Ықтимал жауаппен салыстыра қойыңыздар. Дәстүрлі отбасы құндылықтары мен әйел мәселесі қазақ әдебиетінде терең қозғалып, жілігі шағылған тақырыптардың бірі. Бұл өзекті мәселелердің ар жағында ұлт проблемасы, қазақ халқының проблемасы жатқан айқын. Осы тұста Мұхтар Әуезовтің қай уақытта қай халықта болсын, білім жолында жұрт қатарына жетерлік халық болу жолында ең керекті шарт ақ жүректі екпінді ерлер. Халықты ілгерілететін дөңгелек солар. Оларсыз мақсатқа жақындау мүмкін емес. Бұлай болғанда алғашқы сөзімді қайта айтамыз. Адам баласы тағы болып, еркегі хайуандық дәрежесінде жүргенде, әйелден бала тауып, ол балалардың бәрі де жастық, қорғансыздықтан анасынан айналасына үйіріліп, үй ішінің бірлігін, одан туысқандық ұйымын кіргізген. Бұған қарағанда адамды хайуандықтан адамшылыққа кіргізген әйел. Сол себепті әйелдің басындағы сасық тұман айықпай, халыққа адамшылықтың бақытты күні күліп қарамайды. Ал қазақ мешел болып қалам демесең, тағылымыңды, бесігіңді түзе. Оны түзеймін десең, әйелдің халін түзе. Бүгінгі сабақты қорытындылайық оқушылар. Ол үшін сіздерге бекіту тапсырмасын беремін. Тапсырма: шығарма туралы ой пікірлеріңізді төмендегі кестеге толтырыңыздар. Дескриптор өз пікірін білдіреді, заман көріністерін салыстырады. Ескі әлем, жаңа әлем, салыстыру. Тілі, діні, салт дәстүрі, тәрбиесі, артықшылығы мен кемшілігі, махаббат мәселесі. Балалар, бекіту тапсырмасын түсіндірме күнделік әдісі арқылы дәптерге түртіп жаза қойыңыздар. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.